Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай ПП. Бүгін өте жұмсақ, дәмді бауырсақтар жасаймыз. Ең алдымен ыдысқа жылы су, жылы сүт, қант, майонез, тұз қосып, венчикпен араластырамыз. Үстіне сұйық май құямыз. Ашытқы, яғни дрожжи қосып, араластырамыз. Барлық ұнды бірден салмаймыз. Бірінші жартысын електен өткізіп, араластырамыз. Екінші жартысын салып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты жұқа да емес, қатты тығыз да болмауы керек. Үстіне сұйық май жағып, тағы қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамыр ашыды, ұн сеуіп, 2-ге бөлеміз. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар, себебі бауырсақтар піскен кезде көтерілмеуі мүмкін. Домалақ бауырсақтар шығу үшін кружканың көмегімен ойып аламыз. Бетін сүлгімен жауып, 15 минут көтерілгенше дейін күтеміз. Қыздырылған майда бауырсақтарымызды 2 жақтан пісіреміз. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерде топ-домалақ, шар секілді өте дәмді бауырсақтар міндетті түрде шығады. Астарыңыз дәмді болсын.